бүгінгі біздің студияның алғашқы қонағы Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі ақын Асылбек Саттаров келіп отыр. Аға, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Амансыз бе? Қалай, жан сарайыңыз ашуға дайынсыз ба? Бүгін не жазып жүрсіз, немен айналысып жүрсіз? Кейінгі кезде өзімнің ойымда жүрген толғаулармен айналысып жүрмін. Жақында келесі жыл бір кітап шығарсам деген ойым бар. Оның атын қазір айтпай қояйын. Сол кезде оқисыздар. Содан кейін өзімнің балалық шағым жайында естеліктер жазып жүрмін. Ол да өзінше бір кітап болып шығатын шығар деген үмітім бар. Жалпы шығармашылық қой біздің негізгі міндетіміз. Сол шығармашылықты ары қарай дамыта түсу. Сіздің біз білетін алғашқы кітабыңыз Нұрлы әлем, сондай-ақ кейінгі шыққан кітабымыз Сұлулық деген кітабымыз жарық көрді. Осы екі кітаптың ішінде қандай туындылар қамтылған? Өзімнің балалық шағым, ортада өскен жерім, туған жер, тағы басқа. Сонан кейін баллада, ал енді Нұрлы әлемде көбінесе патриоттық тақырыптарға арналған. Отанымызға, елімізге, елбасымызға арналған. Соған махаббат жайлы, соған философиялық ой, өмір жайлы жазылған, махаббат жайлы жазылған. Бұл кітап өзі үш кітаптың жүгін көтеріп тұрған кітап. Нұрлы әлем деп атадым. Өйткені кім болғанда да өзінше бір әлем. Мынау жақсы адамдардың бәрі, жақсылық жасайтын адамдардың барлығының әлемі нұрлы деп білемін. Сондықтан да осы елбасымызға арнағаннан кейін жақсы атақты кісілерге арнаған өлеңдерім болғандықтан да, содан кейін махаббаттың өзі нұрлылық. Осының барлығын топшылай келе Нұрлы әлем деген атпенен осы кітабымды жазып шығардым. Әрбір адамның өзі бір автопортреті болу керек деп ойлаймын. Осы ретте өзіңіздің автопортретіңізді қалай берер едіңіз? Қаша алдаған шындықты, баса алмаған сұмдықты. Басым дарда, басым жарда, мойным дарда. Бастан өткізген құлдықты десем де істейтұғын ісін істер өзгенің періштемен пендемін деп айтыр едім. Ешкім пенделіктен құтылған емес. Ол өзінің қаншалықты адалмын, қаншалықты шыншылмын десек те, бәрібір пендешілікке бармай тұрмайды. Сондықтан да пендемін деген дұрыс шығар. Жақсы өлең деген сіздің ұғымыңызда қандай өлең? Өлеңдегі шынайылық сақтау үшін не керек ақынға? Жақсы өлең ең бірінші адамның көңілінен шығу керек. Оқырманның көңілінен шығу керек. Жақсы өлең адамды селт еткізетіндей, адамның жүрегін жылытатындай, адамға бір ой салатындай өлең болатын болса, ол жақсы өлең деп білем. Шөпті де өлең, шөнгенді өлең деген баяғыда бір ақын айтып еді, есінде. Не болсын өлең қылуға болмайды. Қазіргі біздің заманымызға лайықты, қазіргі қоғамымызға лайықты тәрбиелік мәні бар өлеңдер жазылса, мені сол жақсы өлең деп ойлаймын. Ақынның табиғаты қандай болу керек сіздің ойыңызша? Ақынның табиғаты қарапайым болу керек. Мінез болу керек ақында. Табиғи. Әсершіл болу керек табиғаты. Содан кейін көре білу керек, сезіне білу керек. Ал енді осы жерде жаңағы мынадай не туындайды. Ақын таза суреткер болу керек. Ақында о суреткерлік, сезімпаздық, сенімділік, шыншылдық болатын болса, мейірімділік, көргенін суреттей алатын, оны өзінің көңіл күйіменен астастыра білсе, ғана ақынның табиғаты солай деп болу керек. Ақын сол үшін мына табиғат, ақынның жаны табиғатпен негіздейді. Өйткені табиғатсыз
ақын емес. Көрген білгенін, түйсінгенін айта білу ақын үшін ең басты қасиет. Атақ даңқ дейміз ғой аға. Бүгінгі таңда қаламгерлерге маңызды дүние болып кеткен атақтан гөрі оның әдебиетке қосқан үлесі, қоғамға тигізген пайдасы маңыздырақ па, әлде мынау бүгінгі таңда күнде беріп жатқан атақ маңыздырақ па? Әрине, әдебиетке қосқан үлесі маңызды. Елдің өлең, мысалы, ақын дейміз аға. Өлең не үшін жазылады? Ел оқысын жазылады, өз үшін. Ол нақты елдің көңілінен шығып жатқан өлеңге ешкімде бейберекет қарай алмайды. Сондықтан әуелі әдебиетке қосқан үлесі қажет. Екінші, оқырман оны түсініп оқу керек. Түсінбей оқыған өлең емес. Ол өзіне түсінікті болуы мүмкін. Ал басқаға түсініксіз болатын болса, оны кімге қажеті бар ол өлең? Ол уақытша ғана болуы мүмкін. Оны мадақтау мүмкін. Бірақ оның ел оқымаған өлеңді мен өлең деп есептемеймін. Оқырман ретінде жалпы жетім көрсем деген өлеңіңізде былай келтіресіз. Жетім көрсем, етек жеңі жыртылған, жесір көрсем жанарын да мұң тұнған, еске аламын жесір болған анамның жетімінің, ерте арманы қырқылған деп жырлайсыз. Осы ретте өзіңіздің балалық шағыңызға бір көз жүгіртіп көрсеңіз. Мен өзім әкемнен 4 жасында жетім қалдым. Оның туатын себебі бар. Анамыз, әкеміз қайтыс болған ол кезде біздің кезімізде өте қиын заман болатын. Аш, жалаңаш, 44-ші жылы соғыс уақытысы. Елде тамақ жоқ. Бір уыс бидайдың өзін жаңа бір аптаға береме, оның өзін есеппен беріледі. Оны жеткізу мүмкін емес. Сондай дәрежеде аш жалаңаш өштік. Мен сол аш жалаңаштықтың кесірінен біз кім көрінгенге жалданып, қойын бақтық, ешкісін бақтық, сауыстық, жұмыс істедік, колхоздың жұмысын істедік, тырма шаптық, арба айдадық. Оның бәрін қазір балаларға айтсақ сенбейді. Біз сондай зардаптарды басымыздан өткердік. Мені бір ағайларымыз малына салып қойып, пәленбай жыл. Оның өзінде оқуға кешігіп, өздері іздеп келмесе мүмкін оқымас дедім мен. Бір аттылы милицияменен желмая мінген мұғалім екеуі келді. Сөйтіп, сол жерде мен оқуға жібермей жасындар соттаймыз деп қорқытып, үйдің үстінде түкте жоқ болатын. Жаңағы ағайымыздың өзіне дайындап отырған тон қойдың терісі бар тұғын, семіз. Соны дайындап отырған, соны тіктіртіп застап етеді. Соған үстіндегі жаңағы нелерімді алып тастап, алба-жұлба сөйтіп киіндіріп мектепке алып келген, 8,5 жасында. Соны келді, ой пәлеші бейбабымның жетімін алып келдік, үйін алып барайық па деп сөйді. Директорымыз жаңағы Нұрпейіс Әбдікей деген бір керемет жақсы кісі. Жоқ, оны қазір алып барма, сразу анау нөлеваға кіргіздіңдер деп сөйді. Сөйді нөлеваға кіргізіп, мені жаңағы 2 ай отырдық. Мұның сол кезде қиындықшылықтың, жоқшылықтың зардабы сол айтайын. Отыратын жер жоқ, парта жоқ. Қаптың ішінде саған сабан, бидайдың сабан. Соған отырып, қолымызға бір ескі парақ, бір қалам берді. Сөйтіп оқымыз. Ауылдың интернет оқып жүріп, Алматыда 12-ші мектепте интернет бар дегенде естідім да, ауылда қалсам оқи алмайтындығымды сездім. Сөйтіп барып қабылдам, сол 12-ші мектепте бітіргенбіз. Одан кейін институтқа түстік. Онда шет тілдер институтына түстім. Мен басында негізгі мақсатым қазақ тілі әдебиеті или тарихшы болу болатын. Бірақ бұйрық солай болды. Шет тілдер институтына түсуге тура келді. Оны айтып берсем ұзақ әңгіме, сондықтан қысқартып айтайын. Сол шет тілдер институтын бітіріп шыққаннан кейін орыс мектебінде жұмыс істедім. Меркіде әуелі Трубецкий атындағы орыс орта мектебінде. Одан кейін ауыл шақырғаннан кейін ауылға
70-ші жылдары ауылға келіп, ауылда сол орыс мектебінде ары қарай дәрісімді жалғастырдым. Сіздің өмір сүрген кезеңіз Кеңес одағына тап келді. Осы ретте өзіңіз шетел филологиясын тәмамдап, жалпы шет тілдер институтын бітіріп, шет тілінен сабақ бердіңіз. Осы ретте бүгінгі қоғамға, я болмаса әдебиетке болсын, орыс тілді ойлайтын адамның, я болмаса орыс тілді адамның көзқарасымен қарай аласыз ба? Шынында бұл дұрыс сұрақ, қиын сұрақ та, бірақ шын мәнінде мен айтар едім. Орыс тілінде ойлап, орыс тілінде сөйлегенмен, орыс тілінде ойлау мүмкін емес. Әркім қай тілді жетік меңгерсең, сол тілде ғана ойлануға болады. Ол біздің, мен басында қазақ мектебінде оқыдым, қазақша сауаттандық. Біз тек қана сөйлеген өзіміздің ортамыздың қазақ болды, сондықтан тек қана мен қазақша ойлануға қабілеттімін. Ал енді орыс тілінде, ағылшын тілінде ол сөйлеу мүмкін, бірақ ол тілде еркін ойлау мүмкін емес. Бәрімізге белгілі аға, жазу өнері қиын өнер екенін білеміз. Осы ретте сіздің бір жазу өнерінен шаршап бір жалғатын кезіңіз бола ма? Мен ел күндіз түні жазамын, жатпай тұрмай жазамын деп мақтанады. Мен өйтіп мақтана алмаймын. Ол мүмкін емес. Ал енді оның менің тағдырым, өмір баяным бөлек. Сондықтан мен жаңағы жазудан жалығып кеттім, демаса жалыға алмаймын деп айта алмаймын. Себебі мен өзім 45 жыл ұстазы кеткен адамын. Біздің қолымыз шығармашылықпен айналысуға ешқандай мүмкіндік болған емес. Өйткені баланы оқыту оңай емес. Оның дәптерін тексеруім керек. Мынау түрлі мерекелер болады, жоспар болады. Олардың барлығын игеру үшін уақыт керек. Кейбір қаламгерлер өзіңізге белгілі бір шығарманы тапсырыспен жазып жатады. Сіз тапсырыспен жазып көрдіңіз бе? Жазсаңыз, оның нәтижесі қандай болды? Ол тапсырыс былай болады. Мысалы, газеттерде, мысалы, даталарға байланысты, асеке, мынау тәуелсіздікке байланысты дегендей, мысалы, тілге байланысты дегендей жағы, бізге бір шығарма жазып, бір өлеңдер жазып беріңіздер деп сүйейді. Ондайларды жазып бергендерім көп. Ондай даталарға жазып бергендерім көп. Біреуі сәтті шығып жатады, біреуі сәтсіз шығып жатады. Ол енді жаңағы көңіл күйге, мысалы, менің ойлау қабілетіме, сезіміме байланысты болу керек. Сондықтан нәтижесіз болды деп те айта алмаймын, нәтижелі болды деп те айта алмаймын. Бірақ оның өзіндік пайдасы бар. Бүгінгі таңдағы жазушылар неліктен балалар тақырыбынан алыстап кетті деп ойлайсыз? Балалар тақырыбына жазу бұл кез келген ақынның қолынан келе бермейді. Тіпті мықты деген ақындардың да қолынан келмейді. Өйткені ол адам баланың психологиясын өте қатты меңгеру, білу керек. Сол балалар болып ойлай білу керек. Мына балалар ақыны мен нағыз мықты ақындар деп ойлар едім. Неге? Оларды біз қолдамаймыз. Балалардікі дейді де қоя салады. Ал шын мәнінде оларды көбейту керек. Ол үшін ол дәріптеу керек оларды. Дәріптеу керек. Сонда ғана балалар ақыны пайда болады. Кеңес үкіметінің тұсында, мысалы, балалар ақынына арнайы нелер қоятын, талаптар қойылатын. Қазір ондай талаптар жоқ. Сондықтан да алыстап кетілген осыдан шығар деп ойлаймын. Олардың кітаптарын шығарып, газет, журнал, радиодан, тасқа, лезерден, мысалы, дәріптеп беріп жатса, неге құлшыныс артпасқа? Ондай ақындар шығады. Тек соған қамқорлық жетіспейді деген сөз. Осыған байланысты ақындар, балалар ақыны азайып кетті ғой деп ойлаймын өзімше. Ән дегеніміз бір адамның жан дүниесінен шығатын бір мөлдір дүние ғой. Осы ретте бүгінгі таңда не көп әншілер қаптап кетті шыны керек. Не әнде мағынасы жоқ, не сөзінде мағынасы жоқ. Осы ретте сіз қаламгер ретінде қандай уәж айтар едіңіз? Қазіргі әншілерді тыңдап отырсаң, сөз мәтіндері өте жұпыны, өте мәні, мағынасы жоқ өлеңдер. Ол кімнен? Таза ақындардан алып отырған жоқ. Таза ақындардан
өлеңдерінен ән шығаратын болса, міне сонда ғана оның мән мағынасы, мазмұны арта түседі. Жаңағы айтып отқаның рас. Ән жақсы болуы мүмкін, бірақ сөз мәтіні тіпті келмейді. Тәрбиелік мәні жоқ. Осыған сыншылар аз. Сыншылар аз. Бұл сыншылар осыларды көріп білмей отырған жоқ. Жайшылықта сыншылар көп. Неге солар жазбасқа? Неге араласып жүр? Неге олардың қателіктерін түземеске? Міне сонда ғана ән де мәтініне сай болу керек. Мәтін де әніне сай болу керек. Вот сонда ғана бұл ән елдің құлағында, елдің несінде жадында қалатын әндер болар еді. Бүгінгі жалпы кейінгі шығып жүрген ақындарды оқып жүрсе байқайтын шығарсыз, кейінгі ақындарда бір торғу, түнілу, жеріну, яғни бір бақилыққа құштарлық, әруақ қуып кету, рух сияқты дүниелерді көптеп жазады. Осындай қаламгерлерге не деп айтар едіңіз, әлде осы жолдан өзіңіз өттіңіз бе? Қазіргі ақындарда торғу, түңілу, қазір біздің заманымыз торғатын, түңілетін заман емес. Бұл деген ұят керек болатын болса. Біз неге бақыт, жақсылық жайында жырламаймыз? Түңілге болатын шығар, мысалы, туған жерде жырласаң, мысалы, Жамбыл, Таразды жырладық дейік. Ал оның, мысалы, жақсылық жағы да бар, жаман жағы да бар. Соларды келтіріп жатса, міне, онда ол торғуға жатпайды. Бірақ елге көрсетер өзінің жүрек лүпілін, сезім, танымын көрсету арқылы жырлау, ол басқа. Ал түңілу, жеріну, бұл біздің заманымызға тіпті қайшы келмейді. Баяғы жаманшылық заманның өзінде де ақындар түңілмеген. Неге біз түңілуіміз керек? Ол жақсылық емес, ол жақсылыққа. Біз балаларды, елді неге үгіттеуіміз керек, үндеуіміз керек? Батылдыққа, жігерлікке, ізгілікке, бастамашы болуға, жаңашылдыққа үндеуіміз керек. Ал енді түңіліп, елдің бәрін түңілдіріп, елдің бәрі түңіліп кетсе не болады кейін? Сондықтан бұл мәселе дұрыс бағдар емес. Ондайларды вообще шартқызбау керек болатын болса. Ондай өлеңдерді вообще өлең деп есептеуге болмайды. Өйткені өз сорлығын немене басқаға таңу керек болса сонда. Қазіргі таңдаға түсініксіз жазылған өлеңді бір мықты өлең деген түсінік пайда болды. Ал қарабайыр, бір қарапайым халыққа түсінікті өлеңді нашар өлең деген сияқты жеңіл ой пайда болды. Осы ретте өзіңіз қаламгер ретінде не деп айтар едіңіз? Міне нағыз адасушылықтың өзі осында жатыр. Неге дейсің ғой? Елге түсініксіз өлеңді шығарып, олар қай ұшпаққа жетпекші? Ел оқымайтын өлең кімге керек? Түсіңіз ба? Өзің айта қойшы. Сондықтан әдебиет тек жаңағы сондайдан ғана туады екен. Жаңағы сөз қуып, бір керемет сөздерді ішіне кіргізсек, сол бір керемет поэзия болады екен деп ойлайтындар де мен түсініп отырмын. Бар ондайлар. Ондайлар жоқ емес. Бірақ қанша дегенменен елге түсінікті, ол өлең елге сен өз үшін ғана жазбайды. Елге пайдасы тиеді-ау, елді ойлантады-ау деген өлең болу керек. Ал енді оның жаңағы өлең жазылғанменен қарабайыр басы жоқ, аяқ жоқ өлеңдер бар. Ол кімге керек ол? Ол әрбір өлеңнің қорытындысы философиялық ой түйіндеуі болу керек. Сол тақырып арқылы ол не айтқысы келді? Соны жеткізе білу керек. Мен ақындығының шеберлігінің өзі осында жатыр. Философиялық ой түйіндеу ол басқа. Міне классик ақындарымыздың бір өлеңдерін оқып отырсаң, қарапайым, түкте жоқ. Ал соңына келін арасаң, бір ойды тарс еткізіп береді. Міне, ал мұндай өлеңді елдің бәрі оқиды. Қазақтың ұлы ақыны Абай поэзия жөнінде тілге жеңіл
жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы деп келтіреді. Ал Александр Сергеевич Пушкин өлең дейді, қарабайыр, қарапайым, сәл ақымақтау болсын дейді. Ал сіз ақын ретінде не деп айтар едіңіз? Екеуі де дұрыс. Қарап отырсаң, жаңағы қарапайым, қарабайыр деп отыр Пушкин. Елге түсінікті болсын деген сөз. Абайдың да айтпағының өзі сол. Айналасы жұп-жұмыр келсін дейді. Түп елге түсінікті болу керек. Елдің көңілінде ұялап тұру керек. Ол елдің көңілінен шықпаған, ел түсінбеген өлең кімге қажет ол? Мәселе осында. Мәселе осында. Міне, как раз сен өзің айтып отырсың. Ал енді жаңағы түсініксіз өлеңді керемет өлең деп санаушылар көбейіп кетті дейді. Неге? Міне осы адасушылық деген осы. Абай менен Пушкиннен артық ешкім артық айтып отқан жоқ. Мен енді бұл жаңағы Абайдың Пушкиннің жаңағыдай айтқан сөзін білмеймін. Бірақ Абайдың мен білем. Түсінесіз бе? Бас аяғы екеуінің де ойы бір жерде шығып отыр. Кейбір әдебиетшілерде мынандай да пікір бар. Белгілі бір шығарма, белгілі бір ортаға, әдебиетшіл ортаға түсінікті болса болды дейді. Ал белгілі бір қарапайым халыққа ұнай беруі шарт емес дейді. Осыған не дейсіз? Мен жаңа ғана осының алдындағы сөзде Пушкин мен Абайдың сөзінен шығару керек. Ол әдебиетке ғана, ортаға ғана түсінікті болса, ол әдебиет өз бетінше бөлініп кетсе, халықтан бөлініп кетсе, ол қандай әдебиет ол? Әдебиет халықтың әдебиеті ғой, түсінікті ме? Халықтың сөзі, халықтың мұң-мұқтажы, түсінесіз бе? Сондықтан да мен айтар едім, бұл таза адасушылық. Бұл өздерінше жаңағы мына өзі түсініксіз өлең шығаратындардың ойларынан тауып алған өздерінше фәлсафасы. Елді адастырудың бір түрі бұл да. Оқырманында. Ал оқырманға анау кітабымызды оқымайды дейді. Қайдан оқиды жағадай түсініксіз болса? Бұл кімге керек ол? Поэзияны өйтіп адастыруға, шатастыруға болмайды. Бұны айтып жүргендердің өздері дұрыс емес деген сөз. Аға, бүгінгі уақытыңызды бөліп, арнайы біздің студияға келіп, өзіңіздің тұшымды ойларыңызбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Осы ретте, осы хабар барысында, хабар аясында өзіңіздің айтылмай қалған, айтылуға тиіс ойларыңыз болса, осы камера алдында бір өзіңіз қалып айтып берсеңіз. Мен өзімше жаңағы сұрақтарың бойынша біраз сұрақтарыңа жауап бердім деп ойлаймын. Көңілдегі мәселелерді біразын талқыладық. Дегенмен де мынау ақын жазушылардың арасында іштарлық деген болады. Бірін-бірін көрмеушілік деген болады. Сонан кейін мынау кейінгі кезде осыдан 5-6 жыл бұрын Абай менен Жамбылдарды сынаған адамдар болған. Соған байланысты менің туындаған бір өлеңім бар еді. Абай ғана деген. Өйткені мен Абайды пірім тұтатын ақынмын. Анау болмасаң да ұқсап бақ деген Абайдың несіне қарай менде өзімше жыр әлемінде үлесімді қосып жүрген адаммын, ақынмын. Сондықтан мен Абай ғана дейтін себебім мынау. Абай ғана ұлы ақын алып нағыз, даналықтың дарағы дарындабыз. Алдында оның біз деген ақын емес, шала тілді шүлдірек батырларымыз. Абай бопту Абайға жету үшін, асу бермес белдерден өту үшін, батыр батыл болып та туу керек. Бұзам десең қамалдың бекінісін. Ол үшін керек түйсік ақыл сезім. Кімде ойлап жүредің ақынды өзің, сезіміңнің отына жанып күймей, қалай ғана болмақсың дарынды өзің. Дарындының болмысы бөлік келер, ойы да асқақ, сөзі де кесек келер. Бола алмайды дарынды, кім болса да, шындықты аттап болса кер, өсек керер. Өсек керіп, сондықтан шатып бұтпа, болмайсың ер онымен жағып жұртқа, ондайларды теңейдел, сабын жұтқан көбік ауыз елірме. Нағыз ғыртқа деп жазған екен. Сондықтан ұлы ақындарды кемсіту, ұлы ақындардан өзіміз асып кеттік деу, ол
нағыз астамшылыққа жататын нәрсе.